Сәлеметсіздер ме? Қазақ әдебиеті пәні бойынша оқу бағдарламасы тек пәндік білім мен білікке ғана емес, сонымен қатар кең ауқымды дағдылардың қалыптасуына бағытталғаны оның ең басты ерекшелігі. Оқыту мақсаттарының құрастырылған жүйесі, білімді функционалдық және шығармашылық қолдану, сын тұрғысынан ойлау, зерттеу жұмыстарын жүргізу, ақпараттық коммуникациялық технологияларды пайдалану, қарым-қатынас жасаудың түрлі тәсілдерін қолдану, топпен және жеке жұмыс істей алу, мәселелерді шешу және шешімдер қабылдау сияқты кең ауқымды дағдыларды дамытуға негіз болады. Кең ауқымды дағдылар оқушының мектептегі білім алу тәжірибесінің де, келешекте мектепті бітіргеннен кейінгі жетістігінің де кепілі болып табылады. Оқушылар түсіну және жауап беру дағдысы бойынша әдеби шығарманың жанрын, тақырыбы мен идеялық мазмұнын анықтайды. Көркем шығармадағы кейіпкердің портреті мен іс-әрекеті арқылы танылатын образын ашады. Көркем мәтіндерді оқу, әрі көлемі шағын үзінділерді жаттау арқылы мәтіннің мәнін түсіну, мәнерлеп оқу дағдылары қалыптасады. Сол сияқты оқушылардың оқырмандық қабілеті мен қызығушылығы дамуын, осылар арқылы оқу әрекеттері мен жан-жақты машық дағдыларының қалыптасуын қамтамасыз етеді. Оқу бағдарламасында оқушының түсіну, жауап беру дағдысына негізделген оқыту мақсатының бірі әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау болса, 4-ші тоқсанда оқытылатын ақын Мұхтар Шахановтың Нарынқұм зауалы поэмасының алғашқы сабағын осы оқыту мақсатына сай қалай өткізуге болады? Сабақ жоспарында қандай нәрселерге көңіл бөлген дұрыс? Осы сұрақтарға жауап беріп көрейік. Ең әуелі, мұғалім оқыту мақсатын қалай ашады? Қандай әдебиеттерге, теориялық материалдарға сүйенеді? Осы мәселені анықтап, зерттеп алған дұрыс. Мысалы, сюжеттің анықтамасын еске түсіре отырып, оның құрамдас бөлшектерін қалай талдаймыз? Сюжет қатысушылардың өзара қарым-қатынас, күрес тартыстары. Бірақ тартысушылар шығармаға бір уақытта емес, әр кезде келіп араласады. Сол жаңа адамдардың бұрынғылармен алғашқы кездесуі келешектегі жаңа оқиғаның байланысы болып та саналады. Сюжетте кездесетін композициялық элементтердің бірі дәлелдеу. Көркем шығарма мазмұны бойынша нені дәлелдеу керек? Оқиғаның неге олай болуы, кейіпкерлердің іс-әрекет, амал, айла, күрес тартыстары, күйініш сүйініштері, қайғылы халдерге ұшырауы, сөйлеген сөздері, қай кейіпкердің қалай сөйлейтіндігі, тағы басқа. Ал ситуация қатысушылардың қарым-қатыстары, күрес тартыстарының нәтижесінде әртүрлі эпизодтарда кездесетін жағдайлар. Сюжетке құрылған қандай шығармаларды алсақ та, оқиға бөгетсіз дами бермейді. Өмірдің өзінде адам баласына әр алуан жағдайдың кездесетін тәрізді. Шығармалардағы қатысушылар да әртүрлі жағдайларға ұшырап отырады. Міне, сюжеттің құрамдас бөлшектерін талдауда осы мәселелерге көңіл бөлінеді. Сонымен, сабақ жоспарына назар аударатын болсақ, қызығушылықты ояту бөлімін сөздерді зертте тапсырмасынан бастауға болады. Оқушыларды шығарманы оқып шығуға, мазмұнын түсінуге жетелейтін бұл тапсырма қалай орындалады? Ең әуелі оқушылардың назары тор көзде берілген сөздерге аударылып, оларды топтастыру керектігі айтылады. Оқушылардан сөздердің мағынасы сұралады. Қандай сөздердің мағынасын білетіні, білмейтіні анықталады. Білетін оқушылар сөздердің мағынасын түсіндіріп береді. Оқушылар жауап бере алмаған жағдайда мұғалім өзі түсінік береді. Содан соң берілген сөздерді қандай белгілеріне қарап топтастырғандығын баяндайды. Бұл жерде оқушының
логикалық ойлауы маңыздырақ екенін ескергеніңіз жөн. Соңында барлық сөздердің Нарынқұм Зауалы шығармасынан алынған айтылады. Оқушылардың бүгінгі тақырып туралы болжам жауаптары тыңдалып, сабақ тақырыбы мен мақсаты хабарланады. Бағалау критерийлері таныстырылады. Оқушылар берілген сөздерді қалай топтастыра алады? Дерексіз зат есімдер: зорлық, қорлық, зұлымдық, бостандық, ақындық, батырлық, шындық, азап, пенделік. Сапалық қатыстық сын есімдер: сойқан, қайсар, ұлы, ащы, қорғансыз, нұрлы, жарқын, пасық. Келер шақ, өткен шақ тұлғасындағы етістіктер: домалап, жағалап, қоштасар, сенемін, өзгерер, оянар, тазарар, пір тұтар. Жеке орындалып басталған жұмыс жұптық жұмысқа ұласады. Мағынаны тану бөлімінде мәтінді оқып, сұрақтарға жауап беру арқылы шығармадағы көңіл күйді, эмоциялық әсерді анықтауға бағыттайтын тапсырманы орындатуға болады. Нарынқұм Зауалы поэмасының бірінші бөлімін, яғни Махамбеттің соңғы сөзін оқып, мына сұраққа жауап бер. Оқылған мәтін үзіндісі қандай? Жайлы, жайсыз, сенімді, сенімсіз. Тапсырманы орындау әдісіне тоқталсақ, оқушылар поэманың бірінші бөлімін жеке оқып, сұраққа жауап береді. Әрқайсысы өз ойын айтып, неге олай ойлайтын себебін жұбына түсіндіреді. Яғни оқиға неге олай болды? Кейіпкерлердің іс-әрекеті, амал-айла, күрес тартыстары қандай болды? Күйініш сүйініші, қайғылы халге ұшырауы, сөйлеген сөздері, қай кейіпкер қалай сөйлейді, тағы басқа. Бірнеше оқушының жауабын сынып алдында тыңдатуға болады. Оқылған шығарма мазмұны қандай көңіл күйді білдіретінін әрқайсысы өз бетінше тұжырымдайды. Дегенмен оқушылардың ықтимал жауаптарына келетін болсақ: жайлы, жайсыз. Жайсыз, түс көру, иығынан басы ұшып түсу, тіршілікпен қоштасу, тағы басқа. Сенімді, сенімсіз. Сенімді, мен сенемін күн ертең. Ертең талғам өзгерер, алдан жарқын күн шыққанша, тағы басқа. Мұғалімнің оқушылармен үздіксіз өзара әрекет етуін жүзеге асыруға, нәтижесінде оқу үдерісін түзетіп, сабақты әрі қарай жоспарлауға мүмкіндік беретін тиімді кері байланыс беру кезінде мұғалімге де, оқушыға да кестеде ұсынылған сұрақтарды негізге алған дұрыс. Аталған сұрақтарға толық жауап беру кері байланыстың тиімділігін көрсетеді, және ол сабақтың әр кезеңінде қолданылады. Сол сияқты бағалау критерийі бойынша белгіленген дескрипторлар арқылы оқушы өзін және өзгелерді бағалай алады. Сау болыңыздар.